Сәлем достар, біз бүгін котлет әзірлейміз. Ол үшін бізге қажет болатын жұмсақ ет, нан, біз қара нан алдық. Келесі кезекте пияз, тұз, дәмдеуіштер. Бізде мінекей универсальная деп жазылған әмбебап приправа. Одан соң қара бұрыш қажет болады. Ал енді бастаймыз. Ең алдымен етті соқтап, ет тартышқа ыңғайлап турап аламыз. Етіміз әлі толығымен ери қоймаған. Бізде ток арқылы қосылатын ет тартқыш, қолмен емес, электрическая деп айтамыз. Сол себепті біз сақтап турап аламыз. Бұл бізде жылқы еті. Етпен бірге қатарласып, біз пиязды да салып тұрамыз. Мінекей. Ет тартқыштан етті, пиязды өткізіп жатқан кезде нанымызға біз су құйып қойдық, біраз жібіп тұрсын деп. Және де ет пен пиязбен бірге қазір ет тартқыштан өткіземіз. Қатты көп су құюдың қажеті жоқ, себебі біз қазір бір жұмыртқа қосамыз, және пияздың суы, еттің өзінің суы бұлжырап, жаңағы котлетіміз жабыспай қалады бір-біріне. Сол себепті суды көп қосудың қажеті жоқ. Ал енді
фаршымызды ет тартқыштан өткізіп болдық. Келесі кезекте бір жұмыртқа қосамыз. Одан кейін тұз, бұрыш және барлық дәмдеуіштерді қосамыз. Мінекей, жарты қасық көлемінде бұрыш қосамыз. Бізде қасығымыз кішкентай, сіздерге көрініп тұрған шығар. Одан кейін біздің приправамыз, оны да сондай көлемде саламыз. Көбірек салсаңыздар да болады. Мінекей, оны да саламыз және тұз. Мінекей, осынша тұз жеткілікті. Енді жақсылап араластырамыз. Мінекей. Бәрібір біздің дайындап қойған фаршымыз сұйық болды. Кейбір адамдар бір штук картоп қосып жатады. Бірақ біз онда еш нәрсе қосқан жоқпыз. Мінекей, жақсылап араластырдық. Енді келесі кезекте сыртына қорған кезде жағатын ұнымызды дайындаймыз. Келесі кезекте сыртына жағатын ұнға біз жұпар жаңғағы, орех мускатный деген приправа қосамыз. Мінекей, осындай қасықпен бір қасық көлемінде. Мінекей, осы жеткілікті. Жақсылап араластырып жібереміз. Одан соң көп емес, осы қасықтың мінекей, осындай көлемде тағы тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді табамыздың астын біз қосып қойдық. Май қызғанша күтеміз. Келесі кезекте котлеттердің формаларын жасаймыз. Мінекей, бізде фаршымыз кәдімгі еттің түсі. Қорған кезде біраз қаралау болады. Бірақ кейбір адамдар сәбіз қосып жатады. Өз басым котлеттің еттің түсі тәріздес болғанын қалаймын. Сол себепті маған олай жасаған ұнамайды. Мінекей, бізде котлеттің формасы осындай. Ендігі кезекте жақсылап ұнға аунатамыз да осы тақтайдың үстіне қатарлаймыз. Барлығын осылайша жақсылап аунатып аламыз. Мінекей. Арнайы дәмдеуіштерде сататын жерде сатылатын панировочный сухарь деп айтып жатамыз. Сондай алсаңыздар да болады. Сонымен араластырсаңыздар да болады. Оның екеуін әркімнің өз еркінде. Мінекей, осылайша барлық котлеттерімізді формасын жасап аламыз. Мінекей, достар, майымыз қызып, жақсы қызып тұр. Енді ақырындап саламыз. Майы атқылап кетуі мүмкін. Сол себепті бізге қақпақпен жұмыс істеу біраз ыңғайсыздық тудырады. Сол себепті осылай тақтаймен жауып тұрмыз.
мінекей осылайша екі жағында қуырып аламыз. Мінекей достар, бірінші салған котлеттеріміз келесі бетін ауыстырамыз. Қалғандар тұра береді, себебі олар кейін салынған. Мінекей, енді күтеміз піскенше. Мінекей, екі жағы да қуырылып болды. Осылайша барлық котлеттерімізді келесі бетіне ауыстырып аламыз. Мінекей достар, біздің котлеттеріміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видео көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.